Ассалаумалейкум қазақ елі. Шоқан ауылына келдік. Негізі аты Шанханай дейді. Сол Шоқан атамыздың музейі, мемориалды. Соған кіреміз қазір, сіздерге тамашалай кетейік деп. Жетісу облысы. Интеррач 87 әлемдік биен Ассалаумалейкумдер. әлемде халықаралық лауреат Алтын Емел мемориалды музейі Шоқан Уәлиханұлына келіп отырмыз. Сәлеметсіздер. Жүріңіздер. Міне, Шоқан атамыз тамаша ғалым, көрнекті ойшыл, ер жүрек, саяхатшы, қазақ халқының даңқы ұлы Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов ел тарихына ең ардақты орынға ие. Ағайын. Музейіне келдік. Бәрін бірге болсаңыз, 79 жылы Музыка өзі қосылады, әуен өзі қосылама, жарық свет жанғанда, уже кісі кіргенде қосылады. жарық жанғанда Шоқан атамыздың музейіне әуен ойнайды екен өзі. Уағалейкум ассалам, ардақ қалғалай. Шоқан атамыздың музейіне келдік, Шоқан ауылында. Негізі Шанханай деп атын қойыпты, енді бұйырса Шоқан деп қояды. Шоқан атамыздың музейі. Міне, Абылай хан деген кітаптар. Қойға кетіп баратыр ана, малауының қараңыздар енді, Шынар, апайымыз бізге. Ал сәлеметсіздер ма? Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Сіздер қазақтың аса көрнекті ғалымы, демократ ағартушысы, этнограф саяхатшысы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың 150 жылына арнап салынған мемлекеттік мемориалдық Алтын Емел музейінде тұрсыздар. Осынау тамаша ғимарат, мына қараңыздар, аппақ қазақ тәріздес жасалынған. Ортасында баулармен әшекеленген. Бұл ғимаратты Бекиров Ибраев, Серік Рүстембек, Рүстем Сейдалин. Сол үш кісінің арқасында осындай тамаша біздің ауылымызда музей тұр. Сөйтіп айтуға болады. Алдарыңызда ақ мәрмәр тастан жасалған Шоқан Уәлихановтың мүсіні. Бұл мүсінді Хакимжан Наурызбаев жасаған. Оның жоғары жағында биіктігі 10 метр, көлденеңі 6 метр кілем. Кілемде сіздер Шоқан Уәлихановтың жүріп өткен жолдарының картасы түсірген. Қараңыздар. Яркент, Қажғар, Құлжа, Алтын Емел, Асу арқылы. Бізде осы Алтын Емел бар ғой? Верный деген Алматы қаласы. Қапал, Аягөз, Семейге дейін барған екен. Көрдіңіздер ме? Сонда бұл жаңағы Габилен деп аталады. Габиленде Шоқанның барлық барған жерлері, жүрген жерлерін бәрін түсіріп қойған. Қарасаңыздар, 19 ғасырдағы Россия, міне сол жақта. Әппақ қазақ үйлер көріп тұрсыздар, атты әскерлер шауып баратқан. Қазақ даласындағы мешіт, жаңағы өзі түйелі керуен, осы түйелі керуенмен жаңағы Құлжаға барған екен. Шоқанның туған жері Оқжетпес, және де қазақ даласы бейнеленген. Бұл кілемді тоқу үшін 250 килограмм таза қойдың жүні кеткен. Кілемнің авторы Шамил Қожахан. Керемет кілем. Керемет кілем екен. Мен байқаған жоқ, мен мынаны ойлағам, немен. Суреттеп па? Суреттеп ойлап қалдым. Тоқылған, таза қойдың жүнінен тоқылған. Міне барлық туынды, Шоқанның барлық несі осы Габиленнің ішінде. Алаша сияқты. Арғы атасы міне Шоқанның Абылай хан, қараңыздар. Абылайдан тараған Уәлиден тараған Шыңғыс Уәлиев міне. Шоқанның әкесі Шыңғыс Уәлиев. Ол да әскери училищеде білім алған. Полковник шені бар. Және Шоқанның әжесі деп ме, шешесі Мұса Шорманқызы, міне, Зейнеп Шорманқыз ғой, сол кісілердің отбасы. Нағашы жұрты. Інісі Әбіл Мақыжан, Қанқожа,
Көкіш Валихан, Нұрида Мына қарындасы. кісі сол кісінің ыдыс аяғы ма? Иә, ыдыс аяқтары өзі тұтынған жеке заттары. Күміс қасық, күміс тостаған, бір шынтақтайтын ыдыс. Иә, Шоқан атамыздың. Мына парша белбеуді қанша жыл болған? Белбеу. Белбеу. Парша белбеуі біздің атамыздың. Парша матасынан е? Иә, парша матадан. Мына неме макет? Шоқанның әжесі Айғаным. Ол кісі парасатты, білімді, дарынды адам болған, 7 тілде сөйлей білген екен. Патша үкіметі осы мекенжайды, бұл мекенжай Сырымбетте. Қазір бұл музей болып тұр. Сол Сырымбетте әдейілеп патша үкіметі осы кісілерге салдырып берген екен. Бүткіл балалық шағы Шоқанның осы кісінің қасында болған. Әжесін е? Иә, әжесінің қасында болып. Көп тәрбиені әжесінен алған ғой. Айғаным әжесі. Әжесінің аты Айғаным. Айғаным, Иә, Айғаным дейді әне. Шоқан Сібір кадет корпусында оқыған міне. Сол кездегі омбыдағы ең таңдаулы оқу орындарының бірі болды ғой. 12 жасында әкесі алып келеді Сібір кадет корпусына. Сол кезде өзінің орыс достары міне Ядранцев Потанин, Шоқанның орыс достары, бірақ та өзінен үлкен болған. Сонда мына Потанин өзінің естелігінде жазады, Шоқан өте алғыр бала болды, өзінен 2 жас үлкен балаларды басып озған. Білімділігіне ше, білімді бала болды ғой. Мына пистолетті көріп тұрсыздар. Кәне Артура ғой. Бұл өзі кішкентай пистолет болғанмен тапанша. Алыс қашықтыққа ұшады екен. Өзі кішкентай ғой, бірақ та жаңа алтынмен кішкене өңдеген әні көрсеңіздер. Кісі қолданған ба? Қолданған, иә, Шоқан қолданған. Бұл форма. Тапаншасы. Шоқан формасы емес, бұны жаңа Щучинск қаласындағы, Щучинск неде, Көкшетауда. Сол түлектер әкеп берген бізге, кадет корпусы бар. Сол кісілер бізге әкеп сыйға берген екен. Негізі ұқсайды екен, е? Ұқсайды, е, былай Шоқанның киген нелері сияқты ғой. Формалар. Енді ол да сондай. Иә, военный формалар. Көрді ма мүсінін? Мрамор тас қой. Не? Мрамор тастан жасалған. Бұл арбаны Шоқан осы жетісуға келген, осы арбамен жүріп өткен. Бұл арбаның түп нұсқасы сіздерде Семей Абайда. Абай музейінде осындай арба бар, сол арбаның көшірмесі. Мынау Қырғызстанға барған кезде Шоқан Манас поэмасын жазып отырған кезде. Мына кісілерді қарап жүрші. Батыр ғой, соны зерттеп, соны жазып алып отыр, мына қырғыздар. Мына жерде ол өшіп қапты. Манас поэмасын жазды ғой? Сол Иә, кезде иә. дейді барған. Мавзолейдің макеті. Бұл да сіздер жақта ғой, Семейде. Иә. Таңсық станциясында бар мавзолей. Шоқан ат басын бұрып, осы жерге өзі барып көрген екен мавзолейді. Арман, қолын ұстама. Шармайшы. Қозы көрпеш Баян Сұлудың зиратының макеті дейтін ал. Көрдің ба? Түркістан жақта ғой, е, онда? Семейде. Семейде Таңсықта, станция Таңсық. Мыналардың нелері, иә? Біздің өзіміздің ата-бабамыздың салған суреттері ғой, тастарда. Шоқан. Мынаның бәрін қараңыздар. Жүрген жерде даланың картасын түсірген, қазақ даласының. Барған жерде, Семейге барған кезде, Құлжаға барған кезде, даладағы мазарлардың бәрін өзінің жаңа күнделігіне түсіріп отырған ғой. Мына күнделігінен алынған суреттер. Қалай салған, иә, сол кезде қараңыздаршы. Тасқа салған. Мына мүсінді көрсетіп жіберейін. Шетінде жазу бар ма екен? Қарадан қарап жылғым келіп кетті ғой. Міне. Шоқан Уәлиханов атамыздың салған суреттері көрдіңіздер ме? 1856 жылдары. 1856 жылы салған суреттері осындай болған. Қараңыздар. Қарадан қарап, көзіме жас кеп мына жерде бар ғой ағайын. Қобылжып тұрмын кәдімгідей. Міне. Эпос Манас дейді. Қырғыз тілінде жазылған дейді. Негізі неше сияқты кітаптар бар екен мына жерде.
59 жылы Шоқан атамыздың салған суреттері екен мынау. 56 жылы салған, 59 жылы салған Шоқан атамыздың суреттері ағайын. Мына жерде бір бөлек әсер алады екенсіздер. Мен өзім қобалжып көзіме жас келіп. Ой, құдайым. 35-те туып, 65-те қайтыс болды. Достоевский мен Шоқан қараңыздар. Мына жерде Шоқан Қытайға баруға дайындалып жүрген кезі. Шашын алып тастап, Әлімбай байдың бейнесін салып барады ғой. Бұл көпец болып саудагер ретінде барады ғой Қытайға. Оған дейін Қытайға ешкімді кіргізбейді. Ол жерге Европаға беймәлім болған халық қой. Сонда бір неміс географы Адольф Шлагенбейт барған екен, бірақтан оның басын алып мұнараға қалап тастапты. Сондықтан Шоқан қорқады. Шоқан осы баруға, оған ұйытқы болған Семенов Тянь-Шанский ана жерден. Атақты орыс географы, саяхатшы ғой. Осы кісі жібереді, сен неге десең азиатсың, соларға ұқсайсың деп, басына сәлдесін тағы саудагер ретінде жаңағы керуенмен барып келген ғой, түйелі керуенмен. Достоевский мен Шоқанның суреті бұл Семей қаласында түскен, ең соңғы рет кездескендері екеуінің. Федор Достоевский, иә? Иә, Федор атақты жазушы орыстан. Семейде не деп тұр ғой? Кім? Шоқанның ауырды ғой. Ауырды. Бұл ауырып, осы Шоқанға, осы ауылға келеді ғой, біздің ауылға келіп, Тезек төре деген кісілер болады, Көшен деген. Солардың өзінің туысы ғой олар, төрелер. Ел жоқ қой оларда төре деген. Сонда сол міне нақсын келіп, осы жерде қымыз ішіп, жайлауға келді. Бірақ та ол емі жазылмайды ғой енді, емделмейді. Одан сайын асқынып, не бары, солар толмас 30 жасында кенеттен қайтыс болады осы ауылда. Сол музейдің тұрғаны, памятниктің жаңа Шоқанның бейіті осы біздің ауылда болғаны сол осы жерде қайтыс болған үшін. Тезек төренің екеуінің кездесуі міне. Осы жерде қайтыс болды, осы жерде жерленді, е? Жерленді осы жерде. Жайлауы, осы кісінің жайлауы болыпты ғой. Сонда мұның бәрін өлеге салған еді, Иә. Жоқ, осы жаққа онда ремонт бізге болды ма ремонтта? Сол кезде специально художниктар келді. Художниктар келді. Тікелей эфир. Мына жерде Шоқан Уәлихановтың жүрген нелері қайдан қайда барған, соның несі бағыты бар. Көрдіңіздер ме? Жаркент дейді, Янсигар, Кашгар дейді, Нарын, Верный, Алтын Емел деген осы жер Құлжаға барған. Не жерде Аягөз, Жарма, Жаңғызтөбе, Семейге дейін барған ғой. Мына жерде озеро Марқакөл дейді. Қара ертіс, Зайсан, бәрі қалай. Мына жерде Ыбырай Алтынсарин. Қазақ халқының ұлттық бұйымдары, ағаштар жасалған. Ағаштар бақтар, анау жаңағы тоғысы. Абай атамыз мына жерде. Құнанбайұлы. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Қазақ ақыны, ағартушы, сазгер және аудармашы дейтіне. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Ақын, ғалым, фольклоршы, тарихшы, шежіреші, қоғам қайраткері, философ, ойшыл дейді. Көрдіңіздер ме? Шоқан Уәлиханов атамыздың музейі. Өзі салған суреттері міне. Шоқан атамыздың. Айзере, сен каникулда аударушың ба? Иә. Кішкентай топ алғандай. Өсті ма? Қызжағында үшкенде ма? 4 дегені ма? Шоқан Уәлиханов атамыздың жазған үлкен қырғыз қайсақ ордасының аңыз жырлары атты мақаласы дейді. Көрдіңіздер ме? Не жерде? Шона Батыр мақаласы дейді. Едіге туралы аңыз атты мақаласы дейді. 1905 жылы жазған. Қараханит тиындарының аңыздары дейді 1856 жылы. Міне көрдіңіздер ме? Қалай?
Мына мұражайға келсеңіздер керемет екен. Биялай, бұлғары биялай ғой мынау. Мына жерде неше сияқты өзіміздің кезіндегі ата-бабамыздың қолданып жүрген құралдар ғой. Құралдар. Айбалта дейді. Қарамсақ жебесімен, қанжар, қамшы. Мына көрдіңіздер ма? Сол кезде тапқан ғой мынаны. Тот бас кеткен міне. Тот бас кеткен баяғыдағы біздің ата-бабамыздікі. Ау, аржанда тағы да бар дей ма? Жүр. Бәрін көр кетек келгеннен кейін. Өзі бір түрлі әсер және кіргенде бір 5 минуттан кейін жылағым келіп бір көзіме жас кеп бір түрлі болып қалдым. Иә. Өз-өзімді әрең ұстадым. Иә. Жүріңдер, суретке бір түсек. Мұнда тұрағаныздар, мына фонды алайық. Иә, осы фонды алайық. Атамыздың мүсінінің жанында біз фотоға түсіп алайық суретке. Жарқын жүр оғай. Жақын тұрайық, мына жерге? Қай жерге? Сонда біз жақсы көрінеміз ғой. Осылай тұрайық. Осылай тұрайық, иә? Жүр оғай. Ал, дайындаламыз. Қарман қара апайға. Келе ғой, балам. Қарасын күшті ғой. Ал, балам, түсіңдер. Бәріміз сезіп қайтып, иә? Атамыз көрінді ғой? Көрінді, бәрі көрінді. Кілем көрінді. Міне, қандай сурет ағайын. Мына жақта көрінді. Тағы да бір бөлмесі бар дейді. Не керек, кейбіреулер өздері. Міне, осындай бар екен. Гобеленнің жасалған ана мынау не сияқты шығара береді екен. Жақсы екен. Мына жерге келмеппіз. Міне. Бұл музейдің негізін қалаушы. Осы музейдің негізін қалаушы Базарбаев, Игібай Базарбайұлы. Ұлы Отан соғысының ардагері, біздің ауылда 30 жыл председатель колхоз болған, елді басқарған, ауылды басқарған. Сол кісі өзі екі аяғы жоқ болған, протез киетін. Осы кісінің жобасы бойынша міне жоғарыдағы ескерткіш салынған. Осының жобасын жасап, осы төбеден қарап тұрсын деп, мына ескерткішті 1979 жылы қойылған. 75-те осындай жобасын жасаған. А негізі ескерткішті қай жылы салды? 79-да ана недегі қазір бейіті бар ғой, ол бейіті 58-де қойылған. Сол кісінің костюм сымы, медальдары, значоктары және де галстугінің жейдесі. Осы кісі осыны етті ғой? Осы музейді салды. Негізін қалаған өзі экспонат жинап. Осындай. Халықтан экспонат жинаған ғой 82 жылдан. Иә. Шотаман Уәлихан соғыстың жаңағы сырт киімі, шапаны, бас киімі, мүсіні көріп тұрсыздар, міне Шотаман Уәлихан. Сонда қазіргі 5 жыл көшірмесі бар, копиясы бар. Тас қойып кеткен ғой, 81 жылы Шоқанның басына қойылған тас. тура қазір бастық осындай иә? Осы тастың бар, копиясы бар. Қазір барасыздар ғой сіздер, көріппен жүрсіздер ме? Онда барасыздар. Жәнегі ана құдағи айтқан бар. Бейті ғой, бейтінің тасына жасатқан әдейі көрді мына кім? Специальный колпаковский келіп қойған ғой. Қазір бейтіне тұра осындай. Жақты бейті мынандай болған, бұрында осындай мынандай болған, анау По желанию туркестанского генерал-губернатора, генерал-адъютанта Сон Кауфмана, ученых, во внимание ученых заслуг Валихана положен сей памятник генерал-лейтенантом Колпаковским 1881 жылы істепті. Мына жағында өзіміздің жазуы арабша өзіміз. Мына жерде көріне ме, көрінбай ма? Арабша жазылыпты мына жерде, көрдіңіздер ма? Скончавшегося 1865 жыл деп жазып қойыпты. Көрдіңіздер ма? Көрдіңіздер ма?
Туда қарасаңшы, Шотаман Қалай болған? Шоқан болып күнін батады дейді. Шотаманның сөзі. Керемет сөз айтқан ғой. Негізгі аты Шотаман. Шотаман, аха. Шота болып оянамын, шоқан болып күн батады дейді. Шоқан, Шот, Аман, Ыдырасулы, Уалиханов. Солай ағайын, қазір ана үлкен далада мүсін бар. Соны тамашалай кетейік, айту бір дәм тәртіп кеп отырмыз атамыздың мұражайына. Музей дейді ғой. Бір ағаштан қалай күшті, апай шықпайды ғой, Бәрін шығасыңдар ана памятник сурет. Біріңді әкел беріңіз. Или мұзайсыз. Әділ ана неге барыңдар? қазір бас келеміз. Сау болыңыз, апай. Рахмет, аман отырыңыздар, жақсы. Енді ескерткіш өздерін шығып. Бар келеміз қазір, Аха. Мына жақтың бәрі мұражайдың алды, есік алы, көгал дейді ғой. Көгалдың бәрі гүл егілген, әдемі. Аяқтың астында бәрі тастар. Сәлеметсіздер. Алма ағаш. Міне алма ағаштар өсіп жатыр, қара. Алма. Мынан бәрі алма, міне қара. Шоқан атамыздың музейіне келдік. Тікелей эфир жүргіздік. Енді қазір Құдай бұйыртса. Самырсың ғой? Мынан бәріне ағаштар егіп талай кеу қапты, Талай кеу қапты. Сау бол. Бер тәңір. Міне. Білмеймін. Ошақтағы өзеннің суы ма? Әне ата Шоқан атаның қара мүсінін көреміз. Шоқан Уалиханов атамыз мүсіні. Мен осында қала берем. Неге жүр ғой? Суретке түсеміз ғой. Міне мынандай үлкен мүсін. Шоқан атамыз аз жасаса да еңбегі зор болған. Жарықтық. Қаншама жерді аралаған, қаншама нелер жазған, поэмалар жазды, қаншама ақылы көп болды. Мына жерге тұрамыз да, ар жағынан түсіру керек болады. Міне. Түнде мына жарықтар жанат. Мына Ханшанай деп айтатын ауылды. Негізі Шоқан деп жергілікті тұрғындардың бәрі осы ауылды Шоқан ауылы дейді. Ар жағында не бар екен? Ештеңке жоқ, көрейік ба? Жүр. Ауыл жақсы көрінеді. Міне, маңайдағы ауыл қалай. Мына жақта шырша отырыс қойыпты. Бәрі қоршалған. Шоқан Уалиханов атамыздың мұражайына келіп отырмыз. Шоқан деген ауыл негізі. Керемет үлкен екен. Керемет салынған, үлкен салынған, жақсы салынған. Және мұражайына кіріп шықтық.
Қазақ елінің бәрі көрген жоқ қой енді. Соны кесіп салатын болам. Немнеге Instagram, TikTok жан-жаққа бүкіл қазақ елі көрсін. Осындай өзіміздің бабаларымыздың жатқан жерлеріне кеп және де немнені Ана жақтан ауыл. неме түсіріп кетсек па тез? Ага, ол биік. Қалай түсіресің? Ана жаққа Қазір ішеміз. ана жаққа қараса жаққа көрінеді. Кім барып түсіреді? Кезекпен түсіреміз. Қазір мен бірінші үлкендерді түсіріп алайық, сосын кішкентай. Неге? Да. Бара ғой. Түсір біреулерін. Айжере, сен бірінші бір түсіріп жүр, одан кейін. Саған түсіріп жібереді. Иә. Содан дарын түсіріп жібереді жүріңдер. Құдайым аман. Жиналып тұрайық. Келе ғой дөкіш. Кәмпит беремін күшті. Су ішкісі келіп қайда шығып кетіп жатыр. Ана кәмпит беремін саған егер күшті тұтсаң. Қазір су ішеміз. Қане су береміз. Су ішемін. Егер күмсең. Фотоға түсір. Фото деген бар. Бейне емес. Шоқан атамның намысына. Арман, мен су беремін. Білеміз. Мә, Ұзақ түсірді. жарқын. Память толып кеткен. Айжере мен. Айжеремен түсеміз жүріңдер. Су ішеміз. Жүр су ішеміз. Солай ағайын. Ноу. Алматыда флешка қалдырмайсың ба? Ал балам, иә. Жүр, берге. Күн ысып бара жатыр. Шығып. Отырып Отырып. Мұнда отырып. Көрінбей тұр қазір мен жарығын қосып алайыншы. Жарығы жүзіне келіп тұр екен ғой. Мен тұрайын, иә? Жақында қатында. Антеш, жақында. Бұлай. Болдың ба, Жаркош? ұзақ түсірді. Мына жерде күн жарықтығына бар ғой, түк көрінбей қалады мен өзім. Атқандарға да, атқызғандарға да өлім келсін. Айдостың иманы саламат, жаны жанатта болсын. Ойбай, пісімірді. Ол кісі қайсы болып кетті ма? Иә, айтқаным келсін. Атқанға да тапсырыс бергенге де бәріне Алла тағала бастарынан төбелерін ұрсын. Ондай жағдай дұрыс емес негізі. Сол ағайын. Және мұражай дейді ғой, қазақша музей. Музейге кіріп шықтық. Шоқан атамыздың бір бөлік әсер алады екенсің, кіре салысымен 2 минуттан кейін өзі көзге жас келіп ана жерде бар ғой. Кәдімгідей бір әсер алады екенсің. Міндетті түрде келіңіздер. Батыл дей ма, батылға біреулер кіргісі кеп жатыр. Міндетті түрде келіңіздер. Жол кеп жатса Шоқан атамыздың музейін кеп тамашалап бір кәдімгі әсер алып қайтыңыздар. Соны айтайын дегенім ғой сіздерге. Бір біздің елдің тек қана жаман жағын түсірмей, жақсы жағында түсіргенге тырысамыз. Осындай біздің аталарымызға құрмет көрсетіліп жатыр, музейлер салынып жатыр деген әңгіме ғой бізде. Соны ел біліп жүрсін, ел көріп жүрсін деп сондай мақсатта тікелей эфирға шығып жатырмыз. Сол бұйыртса тағы да қазір зираттың басына барамыз. Зираттың басына барып қазір ары қарай қайтамыз. Зираттың басында ролик түсірем қазір. Рөлге отырғанда TikTok қазір айтпесе лақтырып жібереді. Құдағи кеттік. Иә. Сол. Бұл жерде бар ғой, түк көрінбейді. Бірінші мектепте оқыппен дейді. Мен Марқакөлде оққам, Шығыс Қазақстан облысы, Марқакөл ауданы, Төсқайын ауылы кезінде Бобровка деген ауыл болған. Аллаға шүкір, қазір атауы қазақша Төсқайын деген. Сода оққам. Иә.
мына жерде ағайын көбі ойын күлкіге кетіп қалады да. Мынандай музей түсіріп, анау түсіргенге негізі көңіл бөлу керек қой негізі. Өзіміздің тарихымызды біліп жүрміз керек. Осындай музей бар дегенді біліп жүру керек. Ертең күні келсеңіздер де мына жақта негізі Қарғос, неме жақын е? Қарғос жақын мына жерде е? Қорғас. Ау? Жаяу қайта береміз ғой. А? Сендер жаңағы былай жүріңдер қазір анау поворотта бұрыласыңдар да былай кетіп. Жақсы ағайын. Рөлге отырдық, кеттік. Қазір видео түсіреміз, содан кейін жібереміз тағы да. TikTokқа жазылыңыздар, қараңыздар. Неге отырайық? Анау жолда Парақшамды бақылап отырыңыздар. Жақсы, көңілді нәрселерді, қазаққа жағымды бейне жазбаларды түсіреміз. Сау болыңыздар. жолда мына анау